Қазақстан Республикасының президенті және Қазақстан Республикасының бас прокурорына Великая Стена ақтау бұрғылау компаниясының жұмысшыларынан үндеу 2023 жылдың сәуір айының 29-ында сағат 17:00 шамасында Жетібай кен орнында нөмірі 5613 ұңғымасына қайғылы жағдай орын алды. Атап айтқанда 56-шы бұрғылау бригадасының Қытай басшысы Жан Липин ешкімге ескертпей бригаданың қазақ басшылары мен жұмысшыларына айтпай дәнекерлеушіге жанармай сақтау қазандығыны үстінде дәнекерлеу жұмыстарын мәжбүрлі түрде жасатқан. Соның салдарынан жарылыс орын алып, дәнекерлеуші Елтаев Махамбет қаза тапты. Қайғылы жағдай орын алған себепке байланысты Қытай басшысы Жан Липинді заңды түрде жазаға тартуын және мекеменің бригадасындағы қызметіне білімі сай емес Қытай басшыларын елден алыстатуды талап етеміз. Талап орындалмаған жағдайда алдағы уақытта жұмысты тоқтататынымызды ескертеміз. Біз солтүстік Бозашы кен орнындағы бұрғылау компаниясы Великая Стена 28-ші бригадасының жұмысшыларынан Қазақстан Республикасының президенті және Қазақстан Республикасының бас прокурорына үндеу 29 сәуір 2023 жылы сағат шамамен 16:50-де Жетібай кен орны номері 56-13 ұңғымасында қайғылы жағдай орын алды. Атап айтқанда 56-ші бригадасының Қытай басшысы Жан Липин ешкімге ескертпей бригаданың қазақ басшылары мен жұмысшыларына айтпай дәнекерлеушіге жанармай сақтау қазандығы үстінде дәнекерлеу жұмысын жасатқан. Соның салдарынан жарылыс орын алып, дәнекерлеуші Елтаев Махамбет қаза тапты. Қайғылы жағдай орын алған себепке байланысты Қытай басшысы Жан Липинді заңды түрде жазаға тартылуын және мекеменің әр бригадаларындағы білімдері жоқ Қытай азаматтарын елден шығаруға талап етеміз. Талап орындалмаған жағдайда алдағы уақытта жұмысты тоқтататынымызды ескертеміз. Қолдаймыз ба жігіттер?